Ата-анасын жоғарғы көтеріп, қай жерге барса да жоғарда мысалға сый құрмет осы міне. Сол үшін енді балаларымыздың болашағы деп жүрген ата-аналарымыз аман болсын. Ой, құдалар келіп қалды. Құда жам тілегім. Көрсі. Бай. Осылай ұлдырып отырмыз. Құдаға қалайсыз? Күшті ма? Таудың етегінде отырмыз осылай. Қашықта кәуіп тәңгіп атырмыз, сауна жанып атырмыз. Күшті жәксі, керемет. Анау, депутаттың қорқын Мұрат. Соның зданиясын олған ғой. Әшіліңі күніне қауырын. Жағынан рахмет сылаға. Не болып сөйтіп шығамыз жаңағы. Саяры, манақ дейм. Жақсы. Дубай дейін ба, Турция дейін ба, ошым шереліп отырған яқтың бәрі. Керемет қойып отыр. Бойың қанша жақа? Вау! Таудың әдемілігін айтам да. Таза, вау! Күшті
Çocuklar, dağlar, dağlar. Жап-жасыл ғой. Ана жақта юрталар мінекей. Бәріңе жұғысты болсын, құдай қаласа, жақсылық болсын. Жасасын Найман, басқасын қайдам. Найман жоқ, жер жетім, Наймандан маған ер жетім. О жерді тоқтайды ма? Итақтар, не аласың? Бүлеге мен айтам да. Құдай қаласа. Ne деген сөздер. Өзім бәрін үйретіп қалам ғой. Бүйтіп айтасың, бүйтіп айтасың. Соны үйреніп жүрген адамда Соны айтамын. соны көрініп. Бүлеге, ай жеңше. Не деген жылылыққа толы сөздер. Мен айтам да, бір Найман бар еді, екінші Найман келгеннен кейін күн күреп жатыр дейді. Енді нұр жау керек қой. Екеуі қосылып. Нұр жау керек қой, ол міндетті түрде. Мен барған жердің бәріне нұр жауады негізі. Меккеге барсам меккеге жауады. Оқсы демалып қалды ма? Бүгін мені қосылды арман менен арман. Бүгінгі күн тамаша, Бүгін нұрлы рамазан. Бүгін мені қосылды арман менен арман. Өзекпенен нұрдан. Екінші ас келді. Отырыңдар. Екінші асқа ешбір мас келді. Үшінші деген әкеліңдер. Иә. Отырыңдар. Нұрекең шамалы. Қазақта жақсы сөз бар. Ақ түйенің қарны жарылған күнде. Бүгін мына сіздердің отбасыларыңызда мына керемет той болады, батпаласына болады деп керемет мына тілектер айтылып жатыр. Алланың құлағына шалсын. Дастархандарыңыз әрдайым жақсылыққа жайылсын. Мынау Құдай қаласа 40-тың бірі Қадыр, 1000-ның бірі уәли дейді. Мына айтқан тілектің бәрі қабыл болсын. Өмірдегі барлық жақсылық тілейміз. Нұреке 100 жасаңдар. Нұрекеңнің екеуіңе жететін адам жоқ қой бұл өмірде. Құдай қаласа халқымыз осындай азамат пен азаматшадай болса, біздің Қазақстан дамып кетер қашан. Құдай қаласа әлі де болады. Біз арттарынан еріп жүрміз Құдай қаласа. Дендеріңіз сау болсын, осы отырған барлықтарыңыз отбасында жақсылық, қуаныш болсын, дастархандарыңыз әрдайым жақсылыққа жайылсын. Мына танысып жатқаныма қуаныштымын. Таныстығымыз арта берсін. Мыңның түрін білгенше бірдің атын біл дейді. Мына Нұрекеңнің арқасында қаншама өнер адамдарымен, қаншама тәтелерімізбен танысып. Өте рахмет, өте қарапайымдылығыңызға, кем пейілдігіңізге, адамды таңдамай, алаламай араласқаныңызға, бұндай адам негізі өмірде кем. Өте керемет, мен өзім шүкір бәрімізде дүние жетеді, бірақ адами қасиет деген ол адамға жан дүниесінен берілетін нәрсе. Әпше сіз сыйлаймыз, құрметтейміз, сіз Шымкентке келе жатыр деген кезде историядан көргенде 4-5 машина аэропорттың алдында күтіп аламыз. Любой жерде қызметтеміз, любой жерде аяғымыздан тік тұрамыз. Бұл сіздің ешқандай атақ абыройыңызға емес, сіздің қарапайым, сіздің кішіпейіліңіз, сіздің адамгершілігіңізге жұмыс істеймін. Не деген тілек? Не деген тілек? Ағырай жалғыз. Бәрінде дүние жетеді, бәрінде осы тамақ бар үйінде. Бірақ бұндай көңіл күй, бұндай адамдар жоқ. Батылыңыз құтты болсын, мынау барша жиналған құрметті қонақтар, жүрген қадамдарыңызға гүл бітсін. Осы Нұрекең нұрын шашып келсе Шымкентке Нұрекең гүлдендіріп келеді. Барлығымыз жақсы көреміз, сыйлаймыз, сыйластығымыз, достығымыз арта берсін.
Yerdə duruyorum, banyanın Шымкентте тұрсаң жалап алған ғой. Иә. Ал құрметті қонақтар, төрде отырған құдағи, бүгін сіздер Тағы да кетіп кетің ба? Қалайсыздар? керемет қонақтар келіп жатыр. Жұмыс. Қош келдіңіздер. Ал тағы да мінекей гүл келді. Кіре беріңіз.